Сәлем қыздар, бүгін біз неше жылдан бері ресторандарда тренд болып келе жатқан, әлі түспей жатқан дастарханнан ыстықтай тартылатын мини самса. Кішкентай самсаны жасайтын боламыз. Түкті қиындығы жоқ, ресторандардағы ең оңай тағамдардың бірі. Ол үшін 200 грамм, үйде жасайтын болса аз адамға, 2 адамға 200 грамм фарш, 60-70 грамм құйрық май, 1 пияз, тұз, бұрыш, соның барлығын мына слоеный тестаға ораймыз, сыртынан жұмыртқаны жағып, күнжіт себеміз. Болды. Зира қосам десеңіз қосыңыз, қоспасаңыз тағы өзіңіз біліңіз. Енді қалай? Мына пиязды через терка өткізсеңіз де болады, соғы шығып, сочный болады. А былай турайым десеңіз, турасаңыз да болады. Мен турай саламын. Терктен өткізсеңіздер, тіптен жақсы болады. Мінекей пиязды саламыз жаңағы фаршқа. Одан кейін мынау құйрық майды міндетті түрде турағандарыңыз дұрыс. Ет тартқыштан өткізгеннің қажеті жоқ. Тураған абзал. Дәмдірек болады. Мінекей бұны ұсақтап тұрып тураймыз. Қыздар арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Ресторанның тіске басарлары мен тағамдарын жасап үйренетін боламыз. Енді бұрыштаймыз. Қыздар барлығын мен көз мөлшермен жасап жатырмын. Өздеріңіз көргендей көз мөлшер алдамайды. Мінекей тұздаймыз. Одан кейін жақсылап тұрып мұжимыз. Еземіз, араластырамыз. Жақсылап тұрып қыздар. Өйткені жаңағы пияздың соғы мына фаршты кішкене мариновать еткені жақсы. Жақсылап тұрып араластырдық. Егер құйрық май болмаса, сұйық май қоссаңыздар да болады. Оны арғарай қоя тұрып, фаршты енді духовканың табағына пергамент қағазын қойып үстіне, одан кейін сұйық майды осылай жағып шықсаңыздар болады. Табағымыз дайын болды. Пергамент қағазын майладық. Енді жұмыртқаны жақсылап тұрып еземіз, араластырамыз. Сарысы мен ағы бір-бірімен біркелкі болсын. Жақсылап тұрып бұны араластырамыз. Оны да қоя тұрайық. Біз барлығын дайындап алдық. Енді тек жасау қалды. Қыздар, мен мұна дайын қатпарлы қамырды ала саламын. Ылғи. Өйткені дайын бұл. Енді дастарханның үстіне кішкене ұнды сеуіп. Кейбір қыздар осы дайын қатпарлы қамырды илеп жатады. Мен осы қалпында, 4 бұрышты болып тұрған қалпында жая саламын. Сол дұрысырақ болады. Өйткені бұл дайын тұр ғой, қатпарлы болып. Бұны илеудің қажеті жоқ. Дөңгелектеп бұны мұжып илеп жатады. Мінекей жайып алдық. Неғұрлым жұқарақ болғаны жақсы. Осылай 4 бұрышты қалпында болса, жеңілірек жайылады. Мінекей жұқарақ болды. Енді қыздар бұны ойған кезде бұның арнайы оятын ойғышы болады. Ол үйде менде жоқ болғандықтан мен міне осылай қолыма түскен, кейбір стақанмен, күрешкемен болады. Мен үйде тұрған бір соус құятын ыдыспен ойып жатырмын.
қандай үлкендікті жасағыңыз келеді, ол өзіңізге байланысты. Кесемен де оюға болады, онда сіздің самсаңыз үлкенірек болады. Ал ресторандарда көбінесе осындай аумақта болады. Міне барлығын ойып болдым. Енді бұған фарш саламыз. Неғұрлым тезірек істеген дұрыс, қыздар, әйтпесе мына қамырымыз кеуіп кетеді. Бірақ майланған қамыр бұл тез кебе қоймайды. Әншейін қамырға қарағанда кішкене жайырақ кебеді. Міне барлығына мінекей мен фаршын салып болдым. Енді міне осы жерде дұрыстап қараңыздар, қыздар. Үшбұрыш жасап алдық. Үшбұрыш жасаған кезде шетінен жоғарыға қарай жабыстырыңыздар. Жоғарыдан шетке қарай емес. Онда ол созылып кетеді. Міне көздеріңізше жасайын мен. Міне бүктедік, үшбұрышты қылдық па? Енді шетінен ортасына қарай жабыстырамыз. Сонда томпиып әдемі болып шыға келеді. Енді шетін міндетті түрде бұлай бүктеңіздер. Мінекей, дайын. Содан кейін тігісін астына қаратып тізетін боламыз. Мінекей, жаңағы дайын тұрған табағымызды алдық. Енді тіземіз. Тізген кезде, қыздар, сыйымды болу үшін, табаққа сыйымды болу үшін мені қалай тіземіз? Біріншісінің үшкір жағы, үшбұрышты үшкірі жоғары тұрса, екіншісі төмен тұрады. Үшіншісі жоғары, төртіншісі төмен. Сонда сыйымды болады. Міне мына үшкірі жоғары тұр, ана үшкірлер төмен тұр. Барлығын осылай тізіп шығамыз. Бұл аса бір үлкейіп кетпейді, өспейді. Сондықтан жақынырақ тізе берсеңіздер болады. Бір-біріне бұлай жабыспайды. Мінекей, дайын болды. Табағымызда тізіліп, енді жұмыртқаны жағып шығамыз. Барлығына жақсылап тұрып, жаңағы кисточканың көмегімен жұмыртқаны жағып шығамыз бетіне. Енді кунжут себу. Кунжутты кішкене көбірек себіңіздер, қыздар. Өйткені кунжут духовкадан шыққан кезде аса бір жақсы бір иіс береді. Және дәмі керемет тамаша болды. Қуырылған кунжуттың дәмін береді. Дәмді самсаға одан әрі дәм бере түседі. Міне, дайын болды самсамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа қоямыз. Мен ең бірінші кішкене жоғарғы жағына қойдым. Беті қызарғаннан кейін мен бұны астыңғы жағына кішкене ауыстырамын. Мінекей, астыңғы жағына ауыстырдым. Самсам дайын болды. Қызарып, сондай бір әдемі болды, қыздар. Сондай бір дәмді болды. Ыстық қалпында жесеңіз, тіптен жақсы. Бұл ресторандарда кез келген той жасаушы, той иесі міндетті түрде осыны заказ беріп жүр әлі күнге дейін. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Пока.